Сәлем достар, үшінші биде бізде ду көмекші етістігіне байланысты ары қарай материалымыз күрделене түседі. Ол түнімен жұмыс жасайды дейді. Бірақ милициямен жаңағы келіншегін оқыған, бірақ ол күндіз жұмыс жасайды деп әйелін айтып қойған. Ары қарай бізде тағы текст тұр да достар. Біз енді осылай үнемі тексттермен жұмыс жасаймыз. Яғни уже сөз қорымыз көбейеді деген сөз. Бұл Джесс пен Карл, яғни екі жұптың арасындағы интервью, арасындағы әңгіме арқылы біз дуге қатысты материалды пысықтайды екенбіз. Грамматикадан не беріпті? Интервьюге 5 сұрақ беріпті. Екеуін уақытты бірге өткізесіңдер ме? Өткізуге уақыттарың бар ма? Does he have free weekends? Оның бос демалыс күндері бар ма? What does your husband do? Сен жолдасың не істейді? Do you work long hours? Ұзақ сағаттар бойы жұмыс жасайсың ба? Яғни идея береді, жұмысқа байланысты. Do you work study at night? What problems do you have? Сен жұмыс істейсің ба, жоқ оқисың ба түнде дейді. Қандай сенің проблемаларың бар дейді. Сөйтіп ары қарай but she works during the day деп енді мына жерге 5 түрлі правил қояды да текст береді. Енді тыңдаймыз. I work in the office, I'm administrator. Бұл Джесс екен. What do you do, Jess? Jess әйел айтты. No, I don't work normal hours from 9 to 5, Monday to Friday. Яғни бұл Джесстің жауабы. Ұзақ жұмыс жасайсың ба дегенде жоқ. Сағат 9-дан 5-ге дейін понедельник по пятницу работаю. He's a police officer. He works at night from 8 to 6 in the morning. Кешкі сағат 8-ден таңғы 6-ға дейін полицейский болып түнде ночной патруль болып істейді екен, иә? Күйеуі. No, he doesn't. Well, he has 2 free days. But the Wednesday and the Thursday he works Saturday and Sundays. They're really busy nights for police officers. Ол не дейді? 2 күн демалысы бар дейді, негізі сәрсенбі бейсенбі, бірақ сенбі жексенбі күндері түнімен полицейлер бусин істейді. Not really, except when we are on vacation. I'm in bed. When he comes home, he is in bed. When I leave home in the morning, we don't eat together. That's awful. Sometimes I don't cook, just I have cookies for dinner. Екеуміздің басымыз қосылмайды дейді. Мен келгенде жұмыстан ол кетеді, ол келгенде мен кетемін. Тек қана демалыста дейді, vacation деген демалыс. Демалыс кезінде ғана дейді. Ол келген кезде мен ұйықтап жатамын, мен кеткенде ол ұйықтап жатады. Сонымен тамақ ішпейміз. That's awful, это ужасно. Sometimes I don't cook. Кейде мен тамақ жасамаймын, тіпті ужинға дайын тамақтар тағасырамын дейді, кукиларды. Can you think of any good things about your different hours? Yes, we earn money because Carl does a lot of overtime. Біз ақша жинап жатырмыз дейді. Do you have any suggestions for couples like you? Сіздер сияқты жастар осылай жүретін болса, қалай болады ары қарай деген ой ғой. Have a whiteboard in your hall and your kitchen and write down all the housework. Then tick things when you do them that way the dogs don't eat twice дейді. Сен сияқты жастарға не қандай ақыл бересің десе, бұл ақ таскаға жоспарыңды жазып қой дейді. Мен осыған осындай дейді. Келгенде бір-бірін оқисыңдар деген ғой. Бірін естіңде бірін қайталамай дейді. Үйге қатысты да жұмыстарды жазып қойсаң дейді. Сосын жасалды жасалмаған белгілеп отырсаң дейді. Сонда the dogs don't eat twice дейді. Екі рет ит қаппайды дегені, екі рет жасамайды деген идиомамен берген. Vocabulary jobsқа байланысты берген. Актер, администратор, полицейский, ресепшнист, мұғалім дейді. Pronunciation дейді. Herbert, nurse, surgery, her work, journalist дегенде. Компьютер деп берген, оны оқи аламыз, бұның бәрін тыңдаймыз, қайталаймыз. Міне, одан кейін мына жерге where, when, how, as деген арнайы сұрақтарды қоятын. Мына жерге Алекс айтты ма, Сью айтты ма, белгілеп отырып. Бұл да listeningге арналыпты.
vocabulary banktен тағы да do you work at night, does she speak foreign languages деп сұрақ қойып үйренемін дейді. Ары қарай 3C файлы love me доп тағы да жақсы көрші мені үйдім дейді. Жаңағы үйменем моя собака дегенде ше. Тағы да бізде іс-әрекетке байланысты басталған. Грамматикадан тағы да сөйлем құрастыру. Ары қарай міне арнайы сұрақтарды қою. И writing personal profile қосқан. Мына жерде тағы да арнайы сұрақтар. Where do you live? Where do you work, study? What kind of films do you like? What sports do you play? What TV programs do you watch? What language do you speak? Мысалы, я дуды қоса береміз ғой. What is your favorite астына тұрған? What is your favorite singer? What is your favorite actress деген. Yeah? WH сұрақтарын қойып. What is your phone? What phone do you have? I have Samsung. Мына жерде сұрақ береміз. How many brothers and sisters do you have? Қанша бауырың сестренкаң бар? I have 2 sisters. 2 сестрам бар. What do you prefer, cats or dogs? Что ты предпочитаешь, собак или мышь, кошка? Нені ұнатасың дейді. Қайсы ит пе, мысық па? Мысық дейді ойымша. What do you work? Where do you work? Қайда жұмыс істейсің? In the restaurant, the city center. Орталықта, ресторанда. What do you have language classes? When do you have? Қай уақытта? When болады. On Mondays, Wednesdays. Қай күндері? Понедельник және среда күндері ағылшын тілі сабақтарым болады дейді. What music do you like? Қандай музыка ұнатасың? I like pop and radio. What is your favorite actor? Мына жерде уже түйдейді. What is your favorite? Benedict Cumberbatch. Why do you like him? Неге оны жақсы көресің? Because he is fantastic actor. Міне болды. 3-ші файлда өтетініміз осы екен.